Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 13-ші сабақ жуан және жіңішке айтылатын сөздермен танысатын боламыз. Ендеше бірінші жаттығуға қарайық. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Әдепті балалар. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Толағай ұлдар мал күтуге көмектессін, ал қыздар үйді тазаласын деді. Балалар күнде ата мен әжеге көмекке келді. Өркендерің өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деді. Бұл мәтіннің авторы Әдібай табылды. Балалар қандай қамқорлық жасады? Қане балалар, жауап берейікші. Асан ата мен әжеге көмектесті. Ол кісінің баласы қалаға көшіпті. Сондықтан да балалар әже мен атаға қамқорлық жасады. Әже оларға не деді балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деді. Балалар, енді қарамен жазылған сөздерге қараңдаршы. Әдепті балалар сөздерінде неше дауысты дыбыс бар? Олар қалай естіледі? Жуан ба, жіңішке ме дейді? Әдепті сөзінде дұрыс айтасыңдар. 3 жіңішке дауысты дыбыс және қанша дауысты болса, сонша буын болады. Сондықтан 3 буын бар екен. Балалар сөзінде 3 жуан дауысты дыбыс бар екен. Ендеше екінші жаттығу. Мақалды жадқа жаз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Балалар, бұның мағынасын қалай түсінеміз? Үлкенге құрмет көрсет дейді, кішіге ізет білдір дейді. Үлкен адамдарды құрметтеп, жолын кеспе дейді. Кіші өзіңнің інілеріңді де оларға ізеттілік таныт дейді. Өзіңнің қандай жақсы істеріңді ініңе көрсетіп, оған қамқорлық жаса деп тұр. Ашық қызыл түсті ережеге қарайықшы балалар. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады дейді. Мысалға, айна, жылқы, сауысқан. Осы сөздерді қараңдаршы. Айна сөзінде а дыбысы, жылқы сөзінде ы дыбысы, сауысқан сөзінде а және ы дыбыстар кездесіпті. Сонда бұлар жуан дауысты дыбыстар деп аталады екен. Үшінші жаттығу. Моншақтардағы сөздерді оқы, сөздердің айтылуына назар аудар, оларды түсіне қарай топтастыр. Бір сөзбен қалай аталатынын айт. Енді түстеріне қарай. Арыстан, жолбарыс, бұлар жыртқышаңдар. Шағала, қарға, бұлар құстар. Қой, бота, бұлар үй жануарлары. Балалар, енді бұл жердегі дауысты дыбыстарға қарайықшы. Арыстан сөзінде а, ы әріптері, шағала сөзінде а, о, а, ы сөздері кездескен. Сонда бұлар жуан айтылатын сөздер екен. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Осы ережені ұмытпайық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.